7 сынып пен 11 сынып аралығында оқитын қыздарға менен кеңес. Жоғалтып алмау үшін міндетті түрде сақтап алыңыздар. Бірінші кеңесім, ол өздеріңізге қарап ухоженный болып жүріңіздер. Беттеріңізге, шаштарыңызға, денелеріңізге уход жасап, киімдеріңіз таза болып жүрсін. Бұл өте маңызды, және осының арқасында сіздер әдемі болып көрінесіздер, кейін өздеріңізге де пайдасы тиеді. Екіншіден, өздеріңізден үлкен 5, 6, 7 жасқа дейінгі үлкен жігіттермен мүлде сөйлеспеңіздер. Қазір сіздерге күшті болып көрінуі мүмкін, немесе бізде шынымен күшті махаббат деген сияқты көрінуі мүмкін, бірақ шын мәнінде олай емес. Ондай случайлар болады, конечно, бірақ ондай мыңнан бірі ғана, даже 10 мыңнан бірі ғана сондай болып жатады. 18-ден асқан жігіт 12 жастағы қызға қарауы, бұның өзі уже не нормально болып табылады. Егер сіз өзіңіз 13-14 жаста болып, 15-16 жастағы баламен сөйлессеңіздер, то это нормально. А егер уже сіз 12 жаста, 13 жаста болып, 19-20 жастағы, 18-ден асқан сөйлессеңіздер, то это уже не нормально. Құрбыларыңызға да міндетті түрде айтыңыздар. Негізі өте қауіпті нәрсе, сіздер ол адамның ойын білмейсіздер. Осы тақырыптан үшінші кеңес шығады. Лучше өздеріңізге дамуға уақыт бөліңіздер. Сабақтарыңызға көңіл бөліңіздер. Сабаққа ғана деп айтпаймын. Егер сіздерге сабақ, математика деген сияқтылар қатты қызық болмаса, сізге не қызық? Мүмкін сізге ән, би қызық шығар. Сол бойынша өзіңізді дамытыңыз. Мүмкін сізге блогер болғыңыз келетін шығар. Сол бойынша өзіңізді дамытыңыз. Макияж жасаған ұнаса, сол бойынша өзіңізді дамытыңыз. Жалпы өзіңізге қандай сфера ұнайды, сол бойынша өзіңіз дами беріңіз. Бұл сізге болашағыңызға өте үлкен көмегін тигізеді және қатты керек болады. Ешқашанда дамуды тоқтатпаңыздар. Жерді тесіп шығасыздар обязательно. Кеңестерімді тыңдайсыздар деген үміттемін. Міндетті түрде жоғалтып алмау үшін сақтап алыңыздар және де менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, өйткені менде осындай душевный, пайдалы контенттер өте көп болады. Всех люблю, всем пока. Қалай мектепте күнде әдемі болып жүруге болады? Видеоны жоғалтып алмау үшін сақтап алыңыз және де менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, өйткені менде осындай пайдалы видеолар өте көп. Қазір бізде уже сабақ басталып жатыр және де бұл сол себептен де актуалды тема деп ойлаймын. Сол себептен де менен сіздерге 3 совет. Біріншіден, заттарыңызды түнде ұйықтар алдында дайындап қойыңыздар. Мейлі ол киім болсын, мейлі ол сумка болсын, керек заттардың бәрін алдын ала дайындап, четкий қылып қойып қою керек. Сол кезде сіздерде таңертең өздеріңізге қарауға уақыт болады және де нормально асықпай шығасыздар. Екінші совет, өздеріңізге легкий, өзіңізді ухоженный қылып көрсететін және де тез жасалатын макияж жасап үйреніңіз. 10-15 минуттың ішінде тез әдемі макияж жасауға болады. Соны жасауға қолдарыңызды жаттықтыратын болсаңыздар, кез келген уақытта таңертең боянып шығып кетесіздер, солай мектепте де әдемі болып жүресіздер. Үшіншіден, уход жасап жүру. Түнде уход жасап жатыңыздар. Сол кезде таңертең беттеріңіз күшті болып боянады. Шаштарыңызды жуып, денелеріңізді жуып, жақсы иіс шығып жүретін болса, сіз бірден уже ухоженный, әдемі болып көрінетін боласыздар. Сол себептен де уход бұл өте маңызды этаптардың бірі. Егер де екінші часть қаласаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер, видеоға лайк басып кетіңіздер және каналыма тіркеліп қойыңыздар, өйткені менде осындай пайдалы ақпараттар өте көп. Всем пока. Біздің түрімізді құртатын әдеттер, бірақ біз бұны байқамауымыз мүмкін. Бірінші, ол мұздай сумен жуыну. Кәдімгі комнатный температура немесе жылы сумен жуыну керек. Мұздай сумен жуа беретін болсаңыздар, бұл керісінше беттеріңізді зақымдайды. Жай таңертең тұрғанда бетіндегі ісік кетеді деп, күнде мұздай сумен жуына беруге болмайды. Екіншіден, күнде кірпік қайыру. Өкінішке орай, егер де күнде кірпіктеріңізді керлермен қайра беретін болсаңыздар, кірпіктеріңіз түсіп қалуы әбден мүмкін. Сол себептен де тек анда-санда ғана қайырыңыздар, күнде емес. Үшінші, макияжды ұйықтар алдында жумау. Егер макияжыңызды жумай жатсаңыздар, то сіздердің беттеріңіз қатты құртылады. Тез қартаюға, тез әжімге, жалпы беттеріңізде безеу, высыпание дегеннің бәрі осының кесірінен пайда болуы мүмкін. Так что міндетті түрде обязательно, даже просто кірпік боясаңыздар, просто тен жақсаңыздар да, ұйықтар алдында макияждарыңызды жуып, беттеріңізге кремді жағып барып жату керек. Видео 5000 лайк жинаса, екінші часть түсіретін боламыз. Сол себептен де лайк басып кетіңіздер және де менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, өйткені менде пайдалы видеолар өте көп. Ал ендеше бақтарына, пока! Қалай ұялшақтықтан құтылып, өзімізге деген сенімімізді арттырсақ болады.
Видео басталмас бұрын менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, менде осындай пайдалы видеолар өте көп. Бірінші шаг өте оңай және кішігірім, ол әрқашанда бірінші болып амандасу. Ол мұғалімге, магазиншіге немесе өзіңіздің достарыңызға болсын, кез келген адаммен бірінші болып амандасуға тырысыңыз. Бұл уже сіздің ұялшағыңызға жеңуіңізге бірінші шаг болады. Екінші, кез келген адаммен сөйлескен кезде оны нақты көздеріне қарауға тырысыңыз. Басында қиын болуы мүмкін, бірақ хотя бы басында 30 секундтан егер де адамның көзіне қарап сөйлесеңіз, бұл сіздің сенімділігіңізді әлде қайда арттырады. Үшіншіден, адамдарға қарапайым сұрақтар қойып үйрену. Мысалға, мұғалімге бүгін үй жұмысына не бересіз деп сұрау, достарыңыздан осы фильмді көрдің ба деп сұрақ қойып бастау. Ал дүкенде жүрсеңіз, бағасын айтып жібересіз бе? Осындай әртүрлі кішігірім сұрақтарды қою арқылы сіз өзіңіз ұялшақтығыңызды жеңе бастайсыз. Үшіншіден, даусыңызды шығаруға қорықпаңыз. Хотя бір рет апайдың қойған сұрағына дауыстап жауап беріп көріңіз. Даже сіз қателессеңіз де, бұл сіз үшін өте мықты шаг болады. Ал кешке үйде кітаптарды, әңгімелерді дауыстап оқып көріңіз. Кәдімгідей даусыңызды жарқын шығарып оқып көрсеңіз, бұл сізге тоже ұялшағыңызды жеңуге үлкен пайдасын тигізеді. Бесінші совет, даусыңызды шығарып, түріңізге қарап отырып сөйлеп видеоға түсіріңіз. Және видеоға қарап, қай жерлеріңіз ұнайды, қай жерлеріңіз ұнамайды, соны қарап, ұнамайтын жерлеріңізді өзгертіп, ұнайтын жерлеріңізді мен реально күштімін деп өз-өзіңізді мақтап отырсаңыздар болады. Бұл өте күшті көмектеседі. Кішігірім шагтар арқылы сіздер үлкен жетістікке жетесіздер. Сол себептен де міндетті түрде жасап жүріңіздер. Пайдалы болды деген ойдамын. Пайдалы болса, лайк басып қолдап кетіңіздер. Ал ендеше бәріне пока. Сені макияжсыз-ақ әдемі және ухоженный қылып көрсететін 5 зат. Біріншіден, ол таза жуылған шаш. Егер даже шашыңызға укладка жасауға уақыт болмаса да, міндетті түрде жуып жүріңіздер. Сол кезде сіз уже реально свежий әдемі болып көрінесіз. Бұл, мне кажется, өте маңызды. Өйткені шаш май болған кезде түріміз де бәріміз шашаңқы болып сөйтіп көрініп жүреміз. Сол себептен міндетті түрде шаштарыңыз таза болып жүрсін. Екіншіден, міндетті түрде беттеріңізге уход жасап жүру. Яғни беттеріңіз боянбаса да, сияющий, увлажненный болып жүрсе, сіз бірден ухоженный әдемі болып көрінесіз. Үшіншіден, ол бізде таза киім. Егер киімдеріңіз таза және үтіктелген болатын болса, уже сіз прям 100% ухоженный болып көрінесіз. Төртіншіден, ол бізде тырнақтарымыз, мысалға маникюр жасауға мектепте рұқсат етпеуі мүмкін, бірақ соның өзінде аккуратный қылып, прозрачный гель, лак жағып сөйтіп жүрсеңіз болады. Тырнақтарыңыз андай аккуратный әдемі болатын болса, бұл сіздерге плюс болады. Бесіншіден, бұл бізден шығатын иіс. Яғни денемізден күшті иіс шығып, жаман иістер шықпай жүру, бұл өте маңызды. Яғни бұл камера арқылы білінбесе де, өмірдегі адамдарға қатты білінеді. Сол себептен де, егер сіздің үстіңізден күшті, приятный иіс шығып жүретін болса, бұл өте күшті. Скоро екінші часть шығады. Сол себептен жоғалтып алмау үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Сонымен қатар осы видеоны сақтап алыңыздар. Видео ұнады деген ойдамын. Ал ендеше бәріне пока. Таңертең ұйқыдан ерте және тез тұру үшін түнде не істеуіміз керек? Көбіміз төсектен тұрғымыз келмей таңертең жатып аламыз, сол себептен де бұл сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Үшінші өте жақсы көмектесетін нәрсе, ол күнде бір уақытта ұйықтап, бір уақытта тұру. Күнде тек сағат 11-де ұйықтайтын болсаңыздар, таңертең 7-де тұрам деген сияқты, дәл осы расписанияға денеңіз үйренген кезде уже даже без будильника автоматически тұруға көмектеседі. Ұйықтар алдында 30-40 минут телефон көрмеу. Бұл кезде сіз шай ішсеңіз болады, душқа түссеңіз болады, жай ғана музыка тыңдауға болады. Ең бастысы, телефонды жаныңыздан алып тастасаңыздар, ұйықтаған кезде тез, спокойный, жақсы ұйықтайсыз. Үшіншіден, өзіңізге максимально комфортный условия жасау. Бұл дегеніміз өзімізге ыңғайлы киім киіп, жақсы постель, жұмсақ жастық. Бұның бәрі сіздің ұйқыңыздың качественный болуына көмектеседі. Ал егер качественно ұйықтайтын болсаңыз, таңертең сіздің ұйқыңыз қанып тұрады. Келесін екінші частьты айтатын боламын, сол себептен де каналыма тіркеліп қойыңыздар. Видеоны лайк басып сақтап алыңыздар. Бәріне пока. Осы видеодан кейін сен жалқаулықты, еріншектікті точно қоясың. Көптеріміз таңертең тұра алмаймыз, немесе мектептен келгеннен тағы да шаршап тұра алмай жатамыз. Соның кесірінен бәріне үлгермей жүреміз. Сол себептен де сіздерге жалқаулықты қоюға арналған 3 кеңес дайындап қойдым. Видеоны жоғалтып алмау үшін міндетті түрде сақтап алыңыздар. Бірінші кеңес ол резкий движение. Яғни сіз мысалға телефон көріп жатырсыз ба? Өзіңіз ішіңізден 5-ке дейін санаңыз. 5 деп
атып тұрыңыз, прям резко атып тұрыңыз да арғы комнатқа жүгіріп барып келіңіз. Ол уже сізге бір резкий скачок энергия береді. Соның арқасында сіз уже тұрып кетесіз. Екіншіден, ол душқа түсу, немесе арнайы контрастный ыстық суық сондай душ қабылдау. Бұл сіздің ұйқыңызды ашады, және де душқа түскен кезде өмірге деген желанияларыңыз ашылады, уже түрлеріңізге қарап уход жасап, кейін сабақ оқып деген сияқты уже кәдімгі істеріңізбен айналысып бастайсыздар. Үшіншіден, ол бізде миды алдау. Мысалға, математикадан целый 6 есепті шешу керек. И сіз тұрасыз да өзіңізге айтасыз: просто кітаптарымды ашам да бірақ есепті шешем, потом қайтадан жатам деп. Осылай сіз өзіңіздің миыңызды өзіңіз алдайсыз. Сөйтіп тұрып, бір есепті шешкеннен кейін, уже отырғаннан кейін ары қарай да шешіп кетесіз. Осылай миды алдау арқылы сіздер продуктивный бола аласыздар. Пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Міндетті түрде менің каналыма тіркеле кетіңіздер, өйткені менде осындай пайдалы, қызықты видеолар өте көп. Всем пока. Ешқашанда осы нәрселерді істеме. Біріншіден, ешқашан өзінің армандарың мен пландарыңды ешкімге айтушы болма. Көп жағдайда біреуге бір нәрсе айтып қойғаннан кейін ол нәрсе орындалмай қалып жатады. Және де сен біреуге бір нәрсе айтасың, сосын ол: ой, бұл мүмкін емес қой, қумашы, қиял екенсің деген сияқты сені негативқа толтырып тастауы мүмкін. Сосын сен шынымен ойлай қаласың: реально деп ше. Наоборот, настроение түсіп кетуі мүмкін. Біреу қызғанып қалуы мүмкін, біреу наоборот сені түсіріп тастауы мүмкін. Өзің ғана біліп, өзің ғана істеген дұрыс. Егер прям ішіне симай бара жатса, то дәптерге жаз, күнделікке жаз, заметкаға жаз. Но әрбір адамға өзінің планында айтып мүлде керек емес. Ешқашанда басқа адамдармен өзіңді салыстырма. Мен де өте қатты бұрын өзімді басқа адамдармен салыстыратынмын. Неге ол ондай, неге мен ондай емеспін деп. Но сен түсіну керексің, то что әр адамның өмірі әр түрлі. Бәрі бір-біріне ұқсауға міндетті емес. Сен тура сол сияқты адам болуға да міндетті емессің. Единственный салыстыратын нәрсе ол өзіңді бұрынғы кешегі өзіңмен салыстыр. Мысалға, бір жылғы мен, қазіргі мен деген сияқты. Және үшіншіден, ешқашанда бастаған затыңды жарты жолдан тастап кетуші болма. Егер тастап кетсең, то қайтадан тұрып сол нәрсені жалғастыр. Сен ұзақ уақыт бойы бір нәрсеге тіреліп, сол нәрсені жасай берсең, соны соңына дейін до конца жеткізсең, то шынымен де жетістікке жетесің. Мысалға, ағылшын оқып бастадың ба, бір ай оқып тастап кетпе. Билеп бастадың ба, бір ай жасап оны тастап кетпе. Бұл іс саған ұнайтын болса, сен шынымен де бұдан результаттар көріп жатсаң, то соңына дейін до конца апар. Видеоны жоғалтып алмау үшін сақтап алыңыз және менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, өйткені менде осындай қызықты, пайдалы видеолар өте көп. Бәріне пока. Мектепте қалай отличница болуға болады? Менің мектепте почти барлық сабақтарым 5 болатын, ал колледжда мен қызыл дипломға бітірдім. Сол себептен де өзімнің советтеріме сіздермен бөлісіп кеткім келіп тұр. Біріншіден, өте важный нәрсе ол апайдың көзіне түсу. Апай олимпиадаға, конкурстарға қатысуға шақырса, міндетті түрде қатысу. Апай көмек сұраса, міндетті түрде көмектесу. Апай сұрақ қойған кезде жауап беріп отыру. Осының бәрі сенің апайдың көзіне түсуіне көмектеседі. Апай сені жаттаған кезде, сен апайдың любимчигі болған кезде, апай саған жақсы баға қояды. Екінші совет: тақырыпқа алдын ала дайындалып келу. Кейбір оқушылар болады, бір көргеннен, бір түсіндіргеннен сразу қағып түсініп алады. Мысалға, маған математиканы түсіну қиын болғанымен, қазақ тілі сияқты сабақтар түсіну оңай болатын. Бірақ математиканы да жақсы оқу керек болғандықтан мен алдын ала үйден дайындалатынмын. Қазір ютубта да ChatGPT бар, түсіндіретін өте көп, интернетте сабақтар өте көп. Соларды көріп алдын ала түсініп барсаңыздар, кейін сабақта оны түсініп алу сізге оңай болады. Үшінші совет ол обязательно үй жұмысын жасап бару. Мне кажется, бұл өте банально, бірақ егер сен үй жұмысын жасап бармасаң, то сен точно отличница прям болмайсың. Бағамды жақсартам десең, міндетті түрде үй жұмысын жасап бару қажет. Төртінші совет: сабақта мұғалімді тыңдап отыру. Реально, мұғалімдер жақсы түсіндіреді, сол себептен де оны тыңдап отыратын болсаң, сен бір нәрсе түсінесің и сабағыңды жақсартасың. Ал егер сабақтың үстінде аппликация етіп, телефон көріп, ойын ойнап, әңгімелесіп, қиялдап, айдалада отыратын болсаң, то сен точно бағаларын жақсармайды. Ал 5-ке оқитын отличница достар, сіздер комментарийға жазып кетіңіздер, тоже өздеріңіздің лайфхактарыңызды басқаларға да пайдалы болу үшін. Видеоны жоғалтып алмау үшін сақтап алыңыздар және де менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, өйткені менде осындай тақырыпта пайдалы видеолар өте көп. Бәріне пока.